Қазақстан соңғы жылдары медиа контенттен қарқынды дамуда. Осы бір жыл бұрын шыққан Шулама фильмі сол жаңа толқынның бір сарыны. Бұл Қазақстандағы алғашқы рэп тақырыбындағы толықметражды фильм. Әрі жаңа толқын жас режиссерлерінің батыл эксперименті. Неге түсірмеске? Әсіресе осы рэптен Қазақстанның хабары бар. Жасалуы. Фильмнің режиссері Айтөре бұған дейін Шекер сериалы мен бірнеше клиптердің авторы. Ал Шулама оның үлкен экрандағы дебюті. Басты рөлдегі актерлер ішінде бұл алғашқы фильм. Бастапқыда кәсіби актерлермен түсіру ойластырылған. Алайда дайындық барысында рэпті үйрену, актерлік шеберлікті үйреткеннен де қиын екені анықталып, режиссер нақты рэперлермен жұмыс істеуді жөн көреді. Сюжет. Фильмнің оқиғасы теміртаулық үш достың рэпер болу жолын бағыттайды. Алғаш қиындықтары мен алғаш жетістіктері, сол жолдағы болған қиындықтарды жеңіп, конфликттерді шешіп, үлкен сахна жұлдызын болуын көрсетеді. Сюжет банально естілуі мүмкін. Ол сондай. Фильмде қарапайым диалогтар, кейде тым утрированный немесе бос конфликттер кездеседі. Көбінесе көрерменге бәрі алдын ала белгілі болып тұрады. Бірақ бұл мін емес, алғашы қадам үшін табиғи әлсіздік. Басты кейіпкерлер және актерлер. Фильмнің үш басты кейіпкері үш типке бөлінген. Алмаз ойнайтын кейіпкер сенімсіз, қорқақ, ішкі дауыс әлсіз. Дода ойнайтын кейіпкер шығармашыл, арманшыл, поэт. Ал қызыл шашты бала Дем ашушаң, тік мінезді, кейде шектен шығатын далбайөт типаж. Бұл типке бөлу де бір сценада жақсы көрсетілген. У каждого уважающего себя бойс-бенда есть стратегия. Важно не только, как вы читаете рэп. Важно то, как вы выглядите. Ваш лук. С сегодняшнего дня вы не только рэперы. Теперь вы еще и актеры. Привыкайте. Гони. Теперь ты бэд-бой. Плохой парень. Девчонки должны думать, что ты не подчиняешься правилам. Дархан, ты у нас сладкий мальчик, романтический герой. Девчонки должны визжать при виде тебя. И, наконец, Сапар. Тебе досталась роль интеллектуала. Замкнутый, холодный, загадочный. Үш актер де фильмге конкурс арқылы түскен. Ең жақсы ойнайтыны Алмаз, ал қалған екеуіне шындық жетіспейді. Бірақ осы фильм арқылы мен Додоның шығармашылығын таныстым. Бұрын көрсем де мән бермеген едім. Кинодан кейін қызық болып кетті. Егер сіз эксперименталды қазақша рэпті жақсы көрсеңіз, міндетті түрде тыңдап көріңіз. Басында шатастырып мен ұйымдастырдым. Өзіңізары сұрасы керек еді танысу, мен жүріп кетіп тағымасын. Қазіргімен өмір сүр, керек емес өткен шақ, айтатыным бір ұран, ұнамайсың бір ұран. Қалған рөлдегі актерлердің бәрі жақсы ойнап шыққан. Данияр профессионалды актер. Тіпті кей сахналарда басты рөлдерді көлеңкесінде қалдырады. Сондай-ақ фильмде Дәля, Асқан, Шиза, Кира, Джуд сияқты рэперлердің есімдері, эпизодтары бар. Басқа айтылмаған камеолар болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл фильмнің сөзсіз плюсы ол визуал мен музыка. Айтөренің өзінің клипмейкерлік стилистикасы анық сезіледі. Қанық түстер, клиптік монтаж, өзгерше жасалған эстетичный ракурстар және де әртүрлі детальдарға мән беру. Музыка бұл фильмге арнайы жазылған. Оны Додо мен Дем жазған. Саунд дизайн өте сапалы, атмосфераға дәл келетін, драманы күшейтетін, кейде ішкі конфликтті сездіреді. Мен бұл фильмді көргеніме бір жылдан асса да, оның әсері әлі есімде. Көру барысында ойлар, финалдағы қобалжу, одан кейін жатып алып Додоның өлеңдерін тыңдаған бәр әлі күнге дейін есімде. Бұл фильм қазақ индустриясында бірінші болуының өзімен ақ маңызды. Көріңіз, қолдаңыз, біз қолдамасақ кім қолдайды? Всем салам алейкум. Келісім шартқа тек қана қой болды еңкеуге. Қоштастым сендермен достарым лаққан, екі қол ұстасқан екеуге.